Барлығы жақсы естіліп тұр деген ойдамын. Олай болса, бастайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сәттілік. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздерге бүгінгі күнге сәттілік тілеймін баршаңызға. Жазғы демалысты жақсы демалып, жақсы күш-қуатпен жаңа оқу жылында кездескенше. Құрметті әріптестер, бүгін сіздермен бастауыш сынып оқушыларының математикалық ойлауын, математикалық сауаттылығын және шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған қызықты математика еліне саяхат атты авторлық бағдарламамен бөліскім келеді. Мен Қарағанды қаласы номері 14-ші мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Омербаева Майгүл Рымбековна. Құрметті әріптестер, бағдарламаның мақсаты математикалық қабілеттерді, зейінді, есте сақтауды, шығармашылық қиялды, бақылампаздықты, пайымдаулықтардың дәйектігі мен дәлелдігін дамыту, ойлау іс-әрекетінің тәсілдерін қалыптастыру. Қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеті әр баланың қабілетін ашу. Осы қажеттіліктен туындаған бағдарлама оқушылардың математикаға қызығушылығын арттыруға және стандартты емес ойлау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Әрине, баршамызда неліктен бұл бағдарламаны жазды, қандай мәселені шешеді бұл бағдарлама, қазіргі бастауыш білімдегі қажеттілігі қандай деген сұрақ туындап отырған шығар. Ал енді баршамызға зерттеулер бойынша логикалық ойлаудың негізі бастауыш сыныпта қалыптасады. Солай емес пе? Олай болса, міне сондықтан оқушылардың танымдылық, белсенділігін арттыру мақсатында осы бағдарлама әзірленді. Енді бағдарламаның өзектілігі қандай? Бағдарламаның өзектілігі заманауи, халықаралық білім беру үрдістері мен зерттеулерінің талаптарына сай, оқушылардың алған теориялық білімдерін өмірлік практикалық жағдаяттарда тиімді қолдану, икемділіктерін дамытуында. Бұл курс базалық математика курсын қайталамайды. Керісінше, оны тереңдетіп, баланың интуициясы мен тапқырлығын дамытуға бағытталған логикалық лабиринт. Бұл жай ғана қосымша емес. Бұл баланың ойлау әлеміне жасалған саяхат. Біз балаға есеп шығаруды ғана емес, ойлануды, дәлелдеуді, ізденуді үйретеміз. Ал енді құрметті әріптестер, осы бағдарламаның ерекшелігі қандай? Бұл жерде жай есептер емес, бас қатырғыштар, жай тапсырмалар емес, квесттер бар. Жай жаттығу емес, ойындар мен зерттеулер бар. Яғни бала тек тыңдамайды, ол ізденеді, өзі табады, өзі дәлелдейді. Сонымен қоса, күрделі есептерге кіріспес бұрын балалар оларды құрама есептері болып табылатын қарапайым есептерді меңгереді. Математикалық ойындарды, викториналарды және проблемалық тапсырмаларды пайдалану пәнге деген қосымша қызығушылықтарды арттырады. Бағдарламаға математиканың базалық курсына кірмейтін, пәнді тереңірек түсінуге және оны қабылдау шекарасын кеңейтуге мүмкіндік беретін жаңа есептер енгізілген. Шығармашылық тапсырмалар мектеп оқушыларының оқу үдерісіне белсенді қатысуына ықпал етіп, стандартты емес ойлауды дамытады және оқытуды тартымды етеді. Бұл бағдарлама
әріптестер, 34 сағатқа аптасына бір ретке құралған. Бағдарлама 5 қадамнан тұрады. Балаларға қызықты болу үшін әр қадамдарды біз қала деп атадық. Мәселен, бірінші қала сырлар мен жұмбақтар қаласы деп атадық. Екінші қаланы заңдылықтар қаласы дедік. Үшінші қала геометриялық трансформациялар қаласы деп атадық. Ойлау мен логика қаласы төртінші қала. Ал бесінші қала ол бізде қызықты есептер қаласы деп аталады. Енді оқушыларға қызықты болу үшін, сабақты қызығушылығы арттыру үшін әрбір қалаға қалай жетеді? Әрбір қалаларда аялдаманы орнатып қойдық. Ол аялдамалармен, яғни келесі қалаға жету үшін біз қызықты автобустармен, яғни сиқырлы автобустармен жететіндей етіп жасадық. Оқушылардың математикаға деген, яғни сабаққа деген қызығушылығын арттыру үшін. Ал енді сіздерге түсінікті болу үшін мен сіздермен оқушыларға қалай түсіндірем, сол бағытта сіздерге түсіндіріп өтейін. Енді экранда назар аударып қарасаңыздар, осы жаңа қызықты математикалар еліне осындай квест сияқты орналастырып, әрбір қалаларға міне осылай біз жетеміз, әрбір қалаларда осындай тапсырмалар бар деп оқушыларымызға болсын түсіндіреміз. Ал енді бірінші қала сырлар мен жұмбақтар қаласы деп аталады. Енді бұл қалада оқушылар нені біледі, нені үйренеді? Әрине, оқушылар бірінші осы сиқырлар мен жұмбақтар қаласында ребустар, арифметикалық жұмбақтарды шешіп, рим цифрларымен танысу арқылы математикалық құпияларын ашады. Міне осы қаладан білімдеріміз толықтырдық па? Келесі аялдамаға отырып, келесі қалаға жету үшін біз сиқырлы автобусқа мініп, келесі қалаға жетеміз. Келесі қала бізде заңдылықтар қаласы деп аталады. Бұл қалада оқушылар нені біледі, нені үйренеді? Бұл қалада сандық тізбектерді талдау, сиқырлы квадраттарды толтыру, сонымен қоса нысандар арасындағы логикалық байланыстарды табуға берілген есептермен танысып орындайды. Ал енді міне заңдылықтар қаласынан білімімізді толықтырдық. Келесі қалаға қалай жетеміз? Әрине, сиқырлы автобусымызға бәріміз жайғасып отырамыз. Сиқырлы автобусымызға мініп, келесі қалаға, яғни геометриялық трансформациялар қаласына өтеміз. Геометриялық трансформациялар қаласында оқушылар фигураларды конструктілеу, симметрия негіздерін меңгеріп, кеңістікте бағдарлаудағыларын дамытады. Енді келесі төртінші қалаға өтеміз. Автобусымызға жайғастық, міндік, келесі қалаға барамыз. Яғни бұл қалада оқушылар не үйренеді, не біледі? Бұл қала ойлау мен логика қаласы деп аталады. Бұл қалада оқушылар жиындар теориясы, шындық пен жалғанды ажыратуға берілген есептерді орындап, талдап үйренеді әріптестер. Әріптестер, бұл әрбір қалада берілген тапсырмалардың барлығы өмірмен тығыз байланысты. Ең соңғы жаңағы барлық білімдерімізді алдық, 4 қаладан білімімізді алдық та, келесі соңғы аялдамаға келдік. Ол аялдамадан түсіп 5-ші қалаға кезек келді. Яғни 5-ші қалаға келді. Бұл 5-ші қала қызықты есептер қаласы деп аталады. Бұл қалада оқушылар нені біледі, нені үйренеді? Бұл қалада оқушыларымыз салмақ, өлшеу, математикалық шытырман оқиғаларға берілген есептерді орындайды әріптестер. Тағы да қайталап айтам, әрбір қаладағы есептер берілген тапсырмалар, оқушыларға берілген жұмыстардың барлығы өмірмен тығыз байланысты. Әріптестер, алдымен әрине оқушылардан біз
оқушылардың қызығушылықтарын арттыру мақсатында біз талдау жұмыстарын, тексеру жұмыстарын жасап зерттедік. Ал енді әріптестер, әрине ойлар туатын шығар, оқу қандай әдістері бар бұнда, не істейді деген сияқты. Бұл бағдарламада күрделі есептерге кіріспес бұрын қарапайым элементтерді меңгеріп аламыз әріптестер. Ойындар әртүрлі бағытта берген. Сонымен қоса әріптестер, бұл осы бағдарламамен жұмыс жасаған кезде оқушылар тек қана кәдімгі математика сабағындай отырып жұмыс жасамаймыз. Оқулықпен жұмыс жасамаймыз. Бұнда оқушыларға, яғни математикаға деген қызығушылығын арттыру керек қой. Сондықтан оқушылармен топтасып қана жұмыс жасаймыз, немесе жұптасып қана жұмыс жасаймыз. Міне, сонда оқушылардың математикаға деген қызығушылығы артады екен. Сонымен қоса жай ғана есептерді орындап қоймаймыз, өмірмен тығыз байланысты. Ең бірінші, балалар қызықты болатындай ребустармен, кроссвордтарды шешу арқылы жұмыс жасаймыз. Сонымен қосып оқушыларға талдау жұмыстарын береміз. Оқушылар өздері талдап бір-бірімен дискуссия, яғни ақылдаса отырып шешіп қорғайды оқушылар. Міне оқушылардың осылай сабаққа деген қызығушылықтары өте басым болады екен. Әрине, біз бағдарламаны дәлелдеу үшін тиімді қызығушылық мотивациясын арттыру үшін қаншама әдіс тәсілдерді қолданып сабағымызды математика сабағына деген қызығушылықтары артатындай диагностика жүргізген болатын. Енді динамикамыз біздің расында да өсті. Оқушылардың математикаға деген қызығушылықтары соншама артты. Осын пайдалансаңыздар болады. Сіздерге ұсыныс айтамын, әдіс тәсілдерін қолдансаңыздар да болады. Математикаға деген қызығушылықтары өте басым болды әріптестер. Енді қазір сіздермен шығармашылық зертхана бағдарламаны бірге сынақтан өткізіп көрейікші. Осы сіздермен бірге қалаларға саяхаттау. Әрбір қаладан алынған есептерді сіздермен бірге орындап көрейік. Егер ұнап жатса, әрине осы есептерді өздеріңіздің сабақтарыңызда қосымша пайдалануға болады. Бұл есептер балаларға өте қызықты және сабаққа деген қызығушылығын артып, мотивациялары өсті деп айтқым келеді. Қане барлығымыз экранға жақсылап назар аударып қарайық. Қалжың есептер деп аталады. Экранға назар аударайық, барлығымыз бірігіп жұмыс жасайық әріптестер. Экранда текше берілген, иә? Енді ойланайық әріптестер. Егер текшенің барлық жақтарын қызыл түспен боясақ, оның неше қызыл жағы болады? Қалай деп ойлайсыздар? Міне, балаларға осылай сұрақ қойсаңыздар, балалар ойланады. Әрине, кейбіреулері дереу шешім қабылдамайды, ойланып, ішінде озық оқушылар болады. Сол оқушылар дереу жылдам ойлап табады. Енді менде 1-2 оқушы болды, жылдам, яғни қызығушылықтары артып, осы есепті шешкен болатын. Қане барлықтарымыз қалай деп ойлайсыздар? Неше жағы болады? Осы текшені қызыл түске боясақ, неше жағы болады? Неше? 6 ма? Ал неге 6 деп ойлайсыздар? Осы кезде оқушылардан сұраймыз. Я, 6. Неге 6 деп ойлайсыздар? Бұл жерде уже логика кетеді, әріптестер. Сонда балалар ойланады. Неге? Барлық жағын деп тұрсыз ғой. Дұрыс айтасыздар. Текшенің 6 жағы болады. 6 жағы. Тамаша, жарайсыздар. Әріптестер, енді келесі мына бір есепке назар аударайық. Балаларға өте қызықты, өмірмен тығыз байланысты санжардың 3 жұп қолғабы бар дейміз. Балаларға айтамыз, иә, қолғап дегенді білеміз деп көрсетіп қоямыз. Онда барлығы неше қолғап бар? Қалай деп ойлайсыздар? Осы жерде тағы да ойлану керек болады. Қолғабы бар, иә? 3 қолғап бар. 3. Солай 3 дейтін болса, сіз, мысалы, Асан, неге 3 қолғап деп ойлайсың? Балалар кім біледі деген сияқты, кімнің ойы деп. Ал сіздер қалай деп ойлайсыздар? Себебі 6. Жұп деген 2 қолғап қой, иә? 2 қолғаптан. Иә, 6.
Ал Ал енді егер айтады, де бір жеке оқушы 6 деп айтады, бір оқушы жіп 3 деп айтады. Сонда сіз ол оқушыдан сұрайсыз, бала, Асан, неге сен 3 жоқ дедің? Ана жерде Сәуле 6 қолғап деді деп. Сол кезде оқушылар қалай деп жауап беруі мүмкін? 3 қолғапта әрбіреуінде бір қолғапта 2 бар ғой. Сонда сен сұрап тұр, неше қолғап бар деп. Яғни бұл да балалардың логикасын дамытуға. Жұп деген сөзді басты назарға алып, оқушы жұп дегеннің мағынасын білсе, ләзза шешеді. Жарайды. Сұрағы тек қана жұп қолғап бар дегеннен кейін барлығы неше қолғап деп тұрмыз ғой, көрдіңіз ба? Сонда балаларға айтамыз, сұрағына назар аударайық деген сияқты, иә? Тамаша, жарайсыздар әріптестер. Келесі мына бір есепке назар аударайық. Тағы да логиканы қосамыз. Әрине, кейбір оқушылар жылдам жауап береді, кейбір оқушылар жаңағы баяу болады. Дегенмен оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы артады, әріптестер. Сағат түнгі 12-де, осы жерде жақсылап тұрып, түнгі деп назар аударсақ, 12-де жаңбыр жауып тұрса, 24 сағаттан кейін күннің көзі жарқырап шығуы мүмкін бе деген сұрақ қоямыз. Ал сіздер қалай деп ойлайсыздар? Жарқырап, себебі ол түн 12 және бір тәулік өткеннен кейін тура түнгі 12 болады. Ол қараңғы уақыт. Сондықтан түнгі 12 қараңғы, күннің көзі жарқырамайды. Жарайсыз. Жаңағыны мадақтап қоясыз, әрине білмей жатса көмектесіп атамыз. Дұрыс айтасыздар. Міне қандай тамаша. Өте жақсы, рахмет. Келесі тағы да сіздермен мынандай бір есеппен бөліскім келіп отыр. Ал Мараттың 4 ұлы бар. Және олардың әрқайсының бір-бірден қарындасы бар деп айтамыз. Сонда Мараттың отбасында неше бала бар? 5. Сенің отбасында ұлдар нешеу деген сияқты. Сенің қарындасың бар ма деген сияқты. Өте жақсы, жарайсыздар. 5 бала бар деп дәлелдеп айтамыз. Неге 5 бала? Себебі 4 ұл бар, иә? Яғни 4 ұлдың бір-бір қарындасы деген ортақ бір қарындасы бар деп айтып өтеміз. Жарайсыздар, рахмет. Келесі енді мынандай бір есеп. Бұл есептердің барлығын әріптестер математика сабағында, қосымша сабақтарда қолдануларыңызға болады. Немесе осы вариатив сабағын пайдалансаңыздар, нұр үстіне нұр. Себебі бұл менде сабақта өткізген әдіс тәсілдерім, яғни осы тапсырмаларым. Үлкен қайың ағашында 4 үлкен бұтақ бар. Әрбір бұтақта 3 кішкентай бұтақшадан бар. Әр бұтақшада 2 алмұрттан өсіп тұр. Қайың ағасында барлығы неше алмұрт бар? Қайың ағашында алмұрт өспейді. Жарайсыздар, керемет. Балаларда да тура солай жауап беру мүмкін. Әрине, барлығы толық жауап беру емес бұрын, 4-5 жауап беру мүмкін. Мұнда нақты назар аудару керек. Қайың ағашында деп айтсақ, бұтақтарында алмұрт өсіп тұр деген сияқты. Өте жақсы, жарайсыздар. Тамаша. Кейін мені қараңыздар, әріптестер, тағы да бір керемет бір осы бір ойын, бұны топпенді, жұппенді ұйымдастыруға болады. Басқа да сабақтарыңызда қолдануға болады. Үзіліс кезінде қолдансаңыз да болады. Асық ауылы деп аталады. Енді осы берілген тапсырма бойынша қандай есеп құрастыруға болады? Қараңыздар, енді асықтардың түсуін бәріміз білеміз. Асық түседі, алшы болып, тәйке, бүм, шік болып түседі. Енді соның жанына өздеріңіз кез келген ұпайларды қойып болады. Мен мысалы 4, 3, 2, 1 деп қойдым. Енді осы бойынша бір есеп құрастыра аласыздар ма? Әрине, бұл оқушылар қазір мен сіздерге ақпарат беріп отырмын. 2-ші сынып оқушыларына арналған қосу, азайтуға байланысты есептер. Енді оқушылардан сұрасақ, балалар, осы берген тапсырмадан қосу, азайту амалы бойынша қандай есеп құрастыра аламыз? Сіздер қалай құрастыра аласыздар? Ойлаңыздар. Қалай құрастырар едіңіз? Қосу амалы. Санның құрамын өткенде ме? Қосу, азайту Мысалы, амалы. 4 санның құрамы. Жоқ. Есеп құрастыру керек. Қосу, азайту амалына байланысты. Өте керемет есеп. Балалармен кез келген сабақтарда, үзіліс кездерінде осыны пайдалансаңыздар, нұр үстіне нұр болады.
сабақ Мысалы, басталды. балаларды алуға бола ма? Мысалы, алшыдан 4-еу түсірді деп. Или Әрине, өзіңіз құрастыра бересіз. Асыл Иә, алтыдан төртеу түсірді, тәйкеден бір нәрсе, мысалы, мына жерде иә. үшеу деп тұр. Ал енді қалай сіз оны есеп құрастырасыз өз бойынша? Ал қараңыздар. Мысалы, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, алма алшыдан төртеу түсірді, тәйкеден үшеу түсірді. Екеуі бірігіп қанша асық түсірді Қанша? деп айтуға болады, иә? Аха. Сонда, Мгм. мысалы, алшы төртеу, тәйке үшеу, сонда қанша түсірді? Жетеу деп есеп шығара аласыз. Тағы да өте көрдіңіздер ме? Қызықты. Келесі тағы да, мысалы, сәуле бүк асықтан төртеу түсірді, немесе екеу түсірді, шектен біреу түсірді, қанша асық болды деген сияқты өздеріңіз есеп құрастырасыз. Немесе осылай тапсырманы беріп қоясыз, ойлану үшін. Алшы қосылған тәйке. Ойланады ғой ол. Асықтың түсуі міне алшы тәйке деп тұр. Енді оның пайлары жанында беріліп тұр деген сияқты тапсырма беріп қойсаңыз, бұл жерде оқушылардың ойлау динамикасы қосылады. Ойлау. Тек қана бұл жерде бар ғой, әріптестер, сіздер осы міне асық ауылы деген ойынды сіздер әріптестермен өздеріңіздің, мысалы, әдістемелік отырыстарыңызда, келесі міне тамыз айында жиналыстарға тура осыны пайдаланыңыздар, әріптестерге керемет ойын болайын деп тұр. Тамаша. Азайту амалында да ойластыруға болады. Мысалы, алтыдан төртеу, содан тәйкенің үшеуін азайтып тастадық деген сияқты. Азайтуға Қанша амал. артық кем деп алуға болады, иә? Мысалы, алшы Немесе, иә? шектен қанша Немесе артық қайсы жинады? көп, қайсы артық, немесе кем деген сияқты өзіңіз М. ұйымдастыра берсеңіздер болады. Осы әріптестер, осы асық ауылы дегенді тура тамыз айында әріптестеріңізбен жиналып әдістемелік отырыс өткізесіздер ғой, тура осыны пайдаланыңыздар, керемет болайын деп тұр. Тамаша. Жақсы, әріптестер, енді әрбір сабақтарда біз зейін дамытуға арналған оқушылардың, жаңа айтып отырмын ғой, барлығымыз зейінін дамытуға арналған жаттығуларды кез келген сабақта қолданамыз, иә ғой. Мен де міне осы математика сабағында болсын, және сіздерге осы бағдарлама ұсынып отырған қызықты математика вариатив сабағында да осы әдіс тәсілдерді қосыламын, пайдаланамын. Мәселен, ең бірінші геометриялық фигураларды үйренетін кезде мен оқушылардың жылдамдықтарын баулу мақсатында түсті қарындаштардан, алдарында дайын тұрған қарындаштардан үш бұрышты құрастыр, текшені құрастыр деген сияқты тапсырмаларды беремін. Әрине, барлығымыз да осыны қолданамыз. Дегенмен мен ең бірінші геометриялық фигураларды таныту мақсатында осы бір әдісті қолданамын. Сонымен қоса, әріптестер, сіздерге тағы да бір ұсынысым, қозғалма деген әдіс бар. Мен оны барлық сабақтарда қолданамын. Мен қазір жаңа айтып отырмын, осы вариатив сабағында да қолданамын. Қосу, азайту математика сабағында кез келген үй тапсырмасын берілген кезде орындап тексеру мақсатында оқулықты болсын, күнделіктерім болсын, бастарына қойып қоясыздар, ал есептейміз. Ал қане балалар, тақтада осындай есептер тұр, қане орындаймыз, ауызша жауап береміз деп тапсырма берсек, оқушылар қозғалмай көзбен ғана жұмыс жасап есептерді орындайды. Бұл оқушылардың дене сымбаттылығын дамытады, бір жағынан оқушыларға өте қызықты. Осы әдісті қолдансаңыздар болады. Оқушының ой өрісін, есте сақтау қабілеттерін дамытуға байланысты артығын тап деген ойынды ұйымдастырамын. Сонымен қоса, әріптестер, қазір біз бәріміз сабақтарда қолданатын шығармыз асықпен есептеуді. Сол асықпен есеп берген кезде мен мысалы есепте сандардың сол қолмен басу әдісін пайдаланамын. Өте қызықты. Көп балаларымыз әрине оң қолмен жазамыз. Бұнда қызықты болатындай тапсырманы бересің, лото ойыны сияқты. Сонан соң жаңағы қосу, азайту, 8-ге 4-ті қос, 7-ге 10-ды қос деген сияқты тапсырмаларды өзіңіз айтып отырасыз. Оқушылар сол қолымен ғана асықпен басады тапсырманы. Орындайды. Өте қызықты. Балаларға сондай қызықты. Бұны тек қана математика сабағында емес, басқа да сабақтарда өздеріңіз түрлендіріп орындауларыңызға болады. Әрине, саусақтармен жұмыс, баланың қол моторикасын дамыту, барлығымыз жұмыс жасаймыз. Мен де осы вариатив сабақтарында да әдістерді қолданамын. Енді әріптестер, міне әрине қаншама
оқушылардың сабаққа жаңа айтып отырмын, қызығушылықтары артқаннан кейін бұл екінші сынып оқушылардың қызығушылықтары артып, олимпиадаға қатыса бастады. Осы биылғы жылы менің екі оқушым, Қанатов Сырым, Серікбек Айару деген оқушыларым математикаға деген қызығушылықтары сонша алтын сақа деген олимпиададан екінші орын алып келді. Мына жерде оқушылар Айгүл камераңызды қоса салса. камера қосылмай тұрмын. Ашық. Жақсы, кешірім сұраймын. Яғни оқушылардың қызығушылықтары артқаны сонша, жаңа мен айтып отырмын, оқушыларым менің алтын сақа олимпиадасына қатысып, жүлделі орындарға ие болып келді. Мына жерде марапаттары соншама жыпырлатып салғым келмеді, себебі көп. Нұсқа сіздерге жеткізгім келгені осы марапаттарымыз әрине баршылық. Әріптестер, енді бізде сабағымыздың соңында сіздерге Әл-Фараби тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген болатын. Ал логика білім дамытудың тежегісі дейді. Сондықтан әріптестер, қызықты математика еліне саяхат бағдарламасы арқылы біз тек есеп шығаратын емес, ойлайтын, алдайтын және шешім қабылдайтын тұлғаны қалыптастыруды мақсат еттік. Әріптестер, егер де осы бағдарламаны ұнады, мен қолданғым келеді, келесі оқу жылында қолданамын десеңіздер, нұр үстіне әрине нұр. Бұл бағдарламаның дайын Майгүл ханым, бағдарламаңыз ұнады. Рахмет, қолдануға тырысамын. Бағдарламаңызды жазып жіберсеңіз екен осыны ойнарға. жақсы жаңа айтып отырмын ғой, қызықты математика әлеміне саяхаттату осы бағдарламаны кетіңіздер. Барлық тапсырмалары, қысқа мерзімді жоспарлары барлығы дайын. Егер де сабағымда қолданамын десеңіздер, мен сіздерге жіберейін. Жоқ, бағдарламаны қолданмаймын, әдіс тәсілдерді қолданамын десеңіздер, менің электрондық почтам бар, YouTube каналым бар. Сонымен хабарласып, кері байланыс жасасаңыздар, нұр үстіне нұр. Жақсы, рахмет әріптестер, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер де сұрақтарыңыз болса, қоюға болады. Бүгінгі сіздің мынау бағдарламаны таныстырып, осы авторлық жұмысыңызбен бізді әріптестеріңізге бөліскен тәжірибеңіз өте мазмұнды болды, өте қызықты. Сізді әріптес ретінде бәріміз танимыз. Сабақта түрлі әдіс тәсілдер қолданасыз. Осы қалпыңыздан таймаңыз, шығармашылық биік белестерді тілеймін. Әрдайым осындай сабағымыз түрлі әдіс тәсілдерге толы, қызықты ойындар мен қызықты өтуге жазсын. Рахмет сіздің. Әрине, сіздің қолданған осы бағдарлама бізге керек. Мүмкін болса электрондық түрін алуға дайынбыз. Көптен көп рахмет. Өте тамаша болды. Жеке басыма ұнады. Рахмет сізге. Майгүл Рымбековна, өте алғысым шексіз сізге. Осындай бір мағлұмат біліп жатқанымызға. Көп өзімізге керекті заттарды білдік. Рахмет сізге жазып, жаңағы кері байланыс жасап, жаңағы сіз айтып отырмыз, почтамызға жазсаңыз болады, WhatsApp-қа. Сол әдіс тәсілдерді алуға дайынбыз. Жақсы, рахмет әріптестер. Хабарласып, менімен тәжірибе бөлсеңіздер болады. Көп рахмет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз.